Ассалаумағалейкум, қадірменді оқырмандар. Бүгін біз Hyundai Accent'тің задний колодкасын ауыстыратын боламыз. Көріңіздер, біліңіздер. Так, дөңгелегін ағытып алдық. Енді мына болтты 14-тік. Сосын мына болтты қазір ағытатын боламыз. Сосын және де мына 2 болтты ағытып тастаймыз. Жібермейді. Содан кейін жалғастырамыз видеомызды. Көріңіздер. Так, мына болтым ағыттық. Мына екеуін ағыттым. Ол мына бос қалды. Енді мынаны жайлап шығарып аламыз. Шығардық. Екі колодкасын алайық. Дым жоқ жеңіп қалған екен. Так, колодкасын алып тастадым. Енді мынаның несін бұрау керек. Бірақ арғай кіргізу керек, а то несін сыймайды, новый колодка. Осындай немен қойайын. Так, кончили ма? Кіргіземіз ол үшін. Так, колодкасын енді саламыз. Мынаны бұрап қойдым. Мынаусы ар жағына кетеді, астына қарап былай. Астына қарайды. Саламыз. Сосын мынаны жаңа саламыз. Все, болдатудың қиындығы жоқ. Столға ақша құртудың дым қажеттілігі жоқ. Так, колодкасын салдық. Мынаны ары қарай сағат тілімен бұрадық. Ішіне кетті. Енді саламыз колодканы. Суппортын саламыз. Все, болды, миында жоқ. Баптаймыз. Тым проблемасы жоқ. Және де ұмытып кетпеңіздер. Жидкостьтің бачогының крышкасын ашып қоюды. Қалақ неде. А то мынау кейін қарай айналдырғанда кейін қарай итерілмейді. Міндетті түрде істеп қойыңыздар. Болды, дөңгелегін саламыз. Оны қатайтамыз. Комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.